Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тәтті қарапайым үйдегі тосаппен, яғни вареньемен, қолжетімді азық-түліктермен жасалатын өте оңай пирогтың рецептімен бөлісемін. Достар, егер каналыма жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып қойыңыз. Ал ендеше пирогты бастайық. Алдымен үлкендегі ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, осылай венчикпен араластырамыз. Үстінен қантымызды саламыз, сұйық майымызды саламыз және айранымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Қалауларынша қалаған тосап қоссаңыздар болады. Менде құлпынайдың тосабы және менің пирогымның түсі шоколадный түс, себебі менің тосабым құлпынайдан болған соң. Егер сіздер алманың, өріктің тосабын салсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыздың түсі басқаша түс болуы мүмкін, сарғыштың деген сияқты. Енді жақсылап араластырып болған соң, алдын ала илегіштен өткізілген ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, 2-ге 3-ге бөліп отырып, венчикпен, болмаса миксермен жақсылап араластырамыз. Біздегі масса осындай видеодағындай болуы керек. Енді пешімізді осы уақытта қыздырамыз. Менде кольцоға фольганы жақсылап орадым. Сіздер қалаған формаға салсаңыздар болады. Және осылай стақанды ортасына қоямын. Салмамызды осылай дөңгелетіп, барлығына бірдей құйылуын мән беріңіздер, себебі бір жағы пәс, бір жағы биік болуы мүмкін. Мен стаканның үстін фольгамен жауып қойдым. Негізі жаппаса да болады. Сонда да мен жауып қойдым, бірақ видеоға түсірмеппін. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегенің ағаш таяқшаны тығып біле аламыз. Егер таяқшамыз құрғақ болатын болса, онда біздің пирогымыз пісті. Піскеннен кейін сәл суытып барып, осылай стақанды бұра отырып аламыз. Оңай алынады. Және формамыздан шешіп аламыз пирогымызды. Сәндік үшін қант ұнтағын септім мен. Және қойытылған сүтті жаңағы бетіне құйып шықтым. Және фисташковый ұнтағын және құлпынаймен сәндедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жеміс-жидектермен, шоколадпен сәндесеңіздер болады. Өте керемет пирог болып шығады. Кескен кезде өзі сондай нәзік, үлбіреп тұрады. Шаймен ішкенде тосаптың дәмі шығады. Дәмі ауызға әдемі бір дәм келеді. Құлпынайдың дәмі сондай ерекше жаңағы пирог өте тәтті, шаймен жақсы кетеді. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Ал мен барлығын жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған мен дәмді мекен. Астарыңыз дәмді болсын.